Саламатсыздар, менің құрметті тыңдармандарым. Осы бейне жазбаны көрер алдында менің каналыма тіркеліп кетуді өтінемін. Біздің бүгінгі тақырыбымыз терінің маңызы, құрылысы, қызметі, тер бөлінудің реттелуі. Тірек сөздер: эпидермис, терінің мүйізді қабаты, мелон қабаты, дерма, тері асты жылу оқшауланғыш, қоректік заттар қоры, қорғаныш, термореттелу, бөліп шығару, тыныс алу, терінің сезімталдығы, рецепторды дәрумен деген ұғымдарды есімізге сақтайтын боламыз. Жалпы мұны өздеріңіз көріп тұрғандай терінің құрылысы, біз төменгі сыныптарда тері арқылы қандай заттар бөлінеді, тері арқылы бөліп шығарудың ағза үшін маңызы неде деген сұрақтарға жауап бергеніміз болатын. Енді осы терінің құрылысына, оның қандай қызмет атқаратынына біз тоқталайық. Тері қабаты жалпы сіздер көріп тұрғандай мына жердегі барлық сүтқоректі жануарларда ерекше қызмет атқарады. Оның дене жамылғысы болып келеді. Біздің ағзамыз теріменен қоршалып тұрады. Бізді негізгі тері арқылы механикалық зақымданудан қорғайды. Енді осы теріміз негізгі үстіңгі қабат эпидермис, ортаңғы қабат дерма, соңғы қабат шел қабаттардан тұрады. Енді эпидермис өлі жасушалардан, олар үздіксіз жаңарып отырады. Қорғаныш, бояғыш пигменттер, мелонның болуы, күн сәуленің әсерін осы қабатта жүріледі. Ортан қабат, дерма қабат, дәнекер ұлпадан тұрады. Қалың теріге серпімділік қасиет беру, қан тамырлар жүйесі, талшықтар, май, тері бездердің шаш түбірі, тері бездің тер бөлінуі, салқындауы, ысып кетуден сақтау, май бездердің май бөліну, теріге серпімділік береді. Шел қабатында майда тұрады негізгі, ішкі мүшені қорғау, ағзаның сыртқы ортадан оқшаулану арқылы дене температурасының реттелуі. Терінің ең терең қабаты ол дәнекер ұлпасынан тұрады. Ол төсеніш қызметін атқарады. Қоректік заттардың энергия қоймасы болып есептеледі. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңа айтып кеттік, эпидермис және дерма, тері асты, май, шел қабаты деп. Міне осы үш қабатта орналасқан негізгі жүйке талшықтары, тері бездері, май бөлігі, әртүрлі жүйкелер және мүйізді қабаттар, пора, енді сыртқа тердің бөлінетін өзегі, біздің теріміз ашық жүйе деп атаймыз, үздіксіз біз теріні тазалап күтіп отыруымыз керек. Май бөлінетін бөлімдер, шаштың түгі, май бездер барлығы осы тері қабатында орналасады. Сондықтан біз теріні дұрыс күте білу керек екеніміз. Енді осымен бірге тері қабатта негізгі емізікшелер қабаты деген болады. Эпидермиске жақын орналасады. Тығыз дәнекер ұлпадан тұрады. Қан тамырлар, лимфа, жүйке тамырлары орналасқан бұл жерде. Эпидермисті қоректендіреді. Осы қабаттың емізік тәрізді өскіншілердің болуына байланысты тері бездерінің тері бедерлері әртүрлі болып келеді. Осы тері бедерлерді негізгі саусақ іздері арқылы адамның жеке басының мәліметтеріменен жалпы мәліметтерге арнайы база арқылы тексеруге болады. Бұны енді жаңағы қылмыстық іс-әрекет жасаған кезде саусақтың ізі арқылы жасайды. Бұрынғы кезде қол жаңағы таңба ретінде пайдаланған. Енді дәл осы күнге дейін 1902 жылдың 18 сәуірде Данияда алғаш рет саусақтың ізі арқылы қылмыскерді анықтау іс-әрекет жүзеге асырған. Содан кейін қазіргі кезде де сол қылмыскерді анықтау үшін осы саусақ іздерін пайдаланады.
көрүп отургандай ар адамдын саусак издери бири-бирине мүлдүмгө сейкес келмейди. Эми тери кандай кызмет аткарат? Негизги жабын мүшөсү дененин баардык мүшөлөрүнүн сырткы кабатын жаап турат. Мыкты жана серпимдүү касиети бар. Энергетикалык коор сакталат деүүгө болот. Экинчи коргонуш мүшөсү бул бүкүл олпалар менен мүшөлөрдү механикалык закымдануудан және ар түрлүү оору туудуратын микробтордон коргойт. Үчүнчү сезим мүшөсү теридеги кысымды, ооруганды, суукту, жылууду сезетін рецепторлор орналаскан. Олар адамды жаракаттануудан, күйүүдөн тагы башка аракеттерден сактайды және Д-даруменди өндүрөт. Дене температурасынын турактуулугун сактайт. Бөлүп чыгаруу мүшөсү, уну биз 7-сыныпта да өткөнбүз. Агзанын дагы артык туздар, суу, көмүркүчкү газы тери аркылуу бөлүнөт. Және териде коңур пигменттер болот. Осы пигменттер аркылуу агзанын ультра сәулелеринин артык мөлчөрүнөн коргойт. Мисалы, катуу күн ысып кеткен кезде биз сол күнгө төзүп бере алабыз го. Күйүп кетпейбиз. Сууну тери иреттеп берип турат. Эми балалар, осы тери осындай кызмет аткарса, биз уну толуктуруп келесі сабакта дагы да тери оорулар тууралуу караштырабыз. Сондуктан бүгүнкү тапшырмамыз төмөндөгү берилген суретте теринин курулуусун аныктай коюңуздар. Ар бир суреттеги сандагы теринин курулуусу эмне экенин атаңыздар. Жакшы, өздөрүңүздү текшерүү үчүн бейне жазманы кайта айландырып карасаңыздар болот. Эми осы бейне жазма унаса, өз пикирлериңизди астына жазып